Құрметті форумға қатысушылар, қадірлі қонақтар, меніңше форум тақырыбы өте орынды. Орта Азия елдерінің ортақ проблемалары көп. Бұл ұрпақ тәрбиесі, зомбылықпен күресу, әке институтын нығайту. Бәріміз осы мәселелерді ашық талқылап, оларды шешу жолын іздеуіміз керек. Оның тиімді құралының бірі нақты кейстер. Солармен бөлісу. Енді өмірде мысалдар көп қой, біз соны көбінесе айта бермейміз. Біз көбінесе жалпы әңгіме, ұранды айтқанды жөн көрмейміз. Ал енді осылай нақты кейстер арқылы ұтымды шешімдерге келу. Сондықтан мен біріншіден соның басын өз өмірімде болған 3 кейстен бастап берейін. Форумға пайдасы тиер. Екіншіден форумның қорытындысы жайлы бір ой айтсам. 3 кейс деген мысал ғой енді. 3 мысалдың біріншісі. Бір күні інім мен келінім, қызымыз тұрмысқа шыққысы бар. Сізден бата сұраймыз деді. Жігітті де отбасында, оның отбасында мүлдем танымаймын. Батаны қайдан берді? Ол жауапкершілік қой. Сөйтіп уақыт сұрадым. Түнімен ұйықтамай жігітке хат жазуды шештім. Ол хатта сұрақты үйіп төктім. Ол хатты мен тікелей емес, сол өзімнің қызым арқылы. Қалай өстім? Жігітке қандай тәрбие алдың? Еңбекқорсың ба? Мақсатың қандай? Мақтанатын 3 жетістігіңді, өкінетін 3 қатеңді айтсаң, неге біздің қызды таңдадың? Отағасының міндетін түсінесің бе? Ертең қалай қамқор боласың? Деп сұрақтарды жаудырдым. Қызымызға да байқа, басында батыр болып, кейін қиындық көргенде тайып кететіндер аз емес. Оған толық сенуге бола ма дедім. Өзіңді жігіттің жұртына изгілік апаруға дайынмын деп санайсың ба? Көп ұзамай жаңағы жігіт 11 парақта сауатты, егжей-тегжейлі жауап берді. Сонда келінім, көрдіңіз ғой, дұрыс жігіт. Ресторанға заказ берейік, батаңызды беріңіз деп жағаннан алды. Тұра тұр. Мүмкін қатты ол емес. Басқа біреу жазып берген шығар. Мен заңгер болғандықтан кез келген нәрсені күмәнге қоямын деп мен де берілмедім. Жігітке екінші сұрақ ұсындым. Сенен жақсы жұбай, жақсы әке, жақсы күйеу бала шыға ма? Осы туралы өзімді білетін 3 адам өз ойларын видеоға айтып берсін дедім. Жігіт бұл сынақтан да өтті. Ұстазы, жандосы және бастығы үшеуі оны мақтап, мықты әке, жақсы жұбай, жақсы күйеу бала болатынына бізде еш күмән жоқ деп, сол видеоға айтып сендірді. Сөйтіп 3-ші сынаққа көштік. Алматыдағы подруги деген тұрмыстық зомбылыққа қарсы орталықтың иесі Надежда Гладырева. Жігітпен сөйлессеңіз, ертең жұбайына қол көтеріп жүрмей ме? Зорлыққа бейім емес пе? Соны анықтап көрсеңіз деп өтіндім. Кейін ол кісі жөні түзу, тәрбиелі сияқты деп айтты. Соның арасында келінім, ресторанға заказ берейік, ертең арзаны табылмайды деп шырылдап жүр. Алмаған болса бұл процестің өзі ұнай бастады. Сөйтіп 4-ші сынақ. Екеуімен психолог сөйлессін. Бір-біріне сай келе ме, келмей ме?
Психолог та 10 баға берді. 5-ші сынақ. Денсаулық тексеру болсын. Осы жағынан да некеге зиян келуі мүмкін ғой ертең. Екеуі де айтты кейін. Сәтті өттік деді. Келесі сынақты ойлап отырғанда бауырларым мен келінім жабылып, тоқтасаңыз деп өтініш айтты. Жарайды дедім. Бірақ қызым арқылы жігітке SMS жібердім. Сынақтар намысыңа тиген жоқ па? Өкпе бар ма деді. Жоқ, сынақтар маған пайдалы болды. Қадамым дұрыс екеніне одан сайын көзім жетті деп жауап жазды. Сөйтіп 2 жасқа бата бердім. Бірақ өкінішке орай бізге ең маңыздысы онлайн түрде тезірек некеге тұру, сосын ресторанды тауып сонда той жасау. Екінші кейс. Прокуратураны басқарғанда менде сұрақ туды. Неге әріптестер үйлеріне кеш қайтады? Өте кеш қайтады. Онан кейін. Абай атамыз айтты ғой. Бала тәрбиесі басты байлығың. Кешіксең, керек көретінің қайғы мұң. Сөйтіп брейншторминг жасап, халыққа, қоғамға, елге еш пайдасы жоқ бюрократиядан, керек емес қағаздардан сөйтіп құтылдық. Нәтижесінде бұрынғыдай 10-да емес, кешкі сағат 7-де кететін болды әріптестер. Енді олардың көбісі жігіттер ғой. Сөйтіп жігіттер үйлеріне барса, онда баламен сөйлесу керек. Оларды тәрбиелеу керек. Ал енді көбісі соны білмейді екен. Үйге барғанда не істейтінімізді білмейміз дейді. Қалай ойнайтынымызды білмейміз баламен. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деген халқымыздың сөзі бар. Осыны ескеріп, тренинг өткіздік бас прокуратурада. Мықты коучтерді шақырдық. Сабақтан қалмай көбісі қатысып жүрді. Мына жерде алыс емес осы жерде, Ұлдала көшесінде прокурорлар тұратын 3 бейгей тұр. Онда 300-ге жуық пәтерлер бар. Ал енді балалар көп сол жерде. Маған айтады, әр отбасында кемінде 3 бала бар дейді. Кім біледі, мүмкін ол да уақытымен жұмыстан кеткеннің нәтижесі шығар. Үшінші кейс, сонымен бітеді мысалдар. Жастар үйленіп жатса, біз бәріміз басқа тұрамыз. Сыйлық іздеп. Мысалы, өзімнің жақыным үйленіп жатса, мен ұзақтығы 40-50 сағат отбасылық өмірге дайындайтын курстарды сыйлаймын. Өйткені отбасы деген ол үлкен, күрделі, өте қиын, ол құрылыс. Ол құрылыс деген ана там сияқты емес, үй сияқты 2-3 жылда бітетін. Оны өмір бойы соғу керек. Ол жатқан маңдай тер, ол үлкен еңбек. Осыған көбісі мән бермей, өз бетінше жіберіп қояды. Кейін қиналып жүргені. Үйді дұрыс салмасаң, төбеден су ағады. Жыл тұрмайды. Отбасыда сол. Сондықтан жігіттерді отбасын құрудың нағыз маманы, майталманы, шебері деп біз шебері болып дайындауымыз керек. Үйретуіміз керек. Қарым-қатынасты қалай құру керек. Конфликтіні қалай еңсеру керек. Отбасылық бюджетті қалай жүргізу керек. Ұрысып қалғанда қандай ыдысты сындыру, қандай ыдысты сындырмау керек. Ана дүниемен келген қымбат сервиске тимеу керек. Ешкім дайын отағасы болып туылмайды. Бірақ соған дайындағанымыз дұрыс емес пе? Осы уақытта үкімет бастаған сияқты некеге өтініш бермес бұрын жастар отбасылық құндылықтар жайлы ролик көруге міндетті екен. Тек ролик көруге. Осыған арнайы курстан да өту міндетін қосса керемет болар еді. Енді форум қорытындысы жайлы 1-2 ойым бар. Тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы заңдар жыл сайын
қатайып келеді. Одан әрі де қатайтатын заңды қазір депутаттарға айтады, жақын арада мәжіліске енгізіледі. Бірақ жан түршігетін жағдайлар одан азаяр емес. Жалпы кез келген азаматтың қалыптасуына ықпал ететін 3 фактор. Ол отбасы, ол ортасы, ол мемлекет. Бірақ осы 3 факторға қатты әсер ететін тағы бір күшті фактор бар, ол қоғамдық пікір. Жақсы ұл мен жақсы әкенің образын жұрттың санасына сіңірсек, одан бәріміз ұтар едік. Мысалы, ұлдарға жақсы азамат бол, балаларыңа мықты әке бол деп ылғи айтып жатамыз. Бірақ сол жақсы әкенің қандай болу керек екенін әркім әртүрлі түсінеді. Конституциямызға, ұлттық кодымызға сай келетін бір үлгі, бағыт бағдар беретін портрет жоқ. Мүмкін әкенің сондай үлгі образын жасармыз. Соған қарап, жастарымыз да ұмтылып, өз бойларын түзетер еді. Жақсы әкенің образын тек суреттеп қою, ол әрине аз. Сонымен бірге ұлдарымыздың құлағына құйып жүруіміз керек. Жарыңды сыйлай біл, жанын түсіне біл, оны қолдай біл, оған қорған бол, тірекші тілеуші бол, денсаулығын қорға, ол ертең ұрпақ әкеледі. Мұның бәрі құр сөз емес. Мұның артында, мен жаңа сөзімнің алдында айтқан, үлкен маңдай тер, үлкен құрылыс, үлкен еңбек, нақты іс-қимыл, әрекеттер деп бәріміз айтып отырып, үйретіп отыруға тиіспіз. Әсіресе ата-аналар. Сондай идеология, сондай қоғамдық пікір қалыптастыруымыз керек. Ал жалпы бүгінгі отырыс менің ойымша өте қызықты өтетін сияқты, сондықтан бәрімізге тек сәттілік тілеймін. Рахмет.